Бәрі тикток түсірікші, не түсірі... Кім ол любовка деген? Ясын барды? Братва, жаңағы видеоның жалғасын сұрап жатыр екенсіздер. Простите, но Дархан бүгін сендерге жауап бере алмайды, өйткені... Джон, что такая любовка вообще? Любовка, прости, но он уже мой. Орыс қызбен жүрмей... И... Миллион теңге тұрады, ма? Сенде бәрі бар, сенде бәрі бар. Жан дүниеме керек, маған бәрі бар. Сенсіз әлем тар, сенсіз әлем тар. Ну что ты делаешь? Ладно, я снимаю просто. Зачем ты? Я себя снимаю. Слушай, ну я тебе сейчас в отдел доставлю. Кеше не болды? Слушай, подожди теперь. Не закрыто. Не қызық болды, не болып жатыр, барлығы сұрап жатыр. Былай бәрін айтып берейін, асықпай. Негізі түнде былай спокойно негізі гостиницаға барғам. Ал құрметті достар, мен Новотель деген отельде жүрдім бір. Мына сумкамда ақшам болған тұғын, рубль. Бұл жердің сотрудниктер уборщицасы комнатаны жинаған. Әлі түсінбеген жандарға, в общем, мен өз ақшамды рубльге ауыстырып қойғам. Қойғанда гостиницадан өзім диванның астына тығып қойған болатын. 3 күн бойы комната жиналмаған. Кеше барсам, комната жиналып тұр. Ақша түртілген сияқты болды. Сумканың асты жатқан тығып қойғам. Бүгін жинап түн мені. Бүгін жинады, ішінен 240 мың рубль алған, брат. Сразу ресепшнге хабарласам, айқайлам, қайда ақша? Негізі ол жерде 300 мың рубль тұрған. Мен санағанда 60 мың рубль ғана тұрды. 240 мың жетпейді. Қайда айқайламадым, барлығына хабарласатын, срочно табыңда. Уборщицама кім комнатаны жинады, сол ғана алып кету мүмкін. И полиция шақырылды. Полиция келді, как ішсек андай, следователь ма, жандан да ұстап алатын, сумка ұстап алатын, отпечаток тексеретін, барлығы кәдімгі чисто келді. Мен айтамын, ой, мен блогермін қазір, барлығын салам деп қоямын. Мен комнатаны тексеруге болады, анамның разрешение бір нәрсені бәрін жазып бердім да. Следователь ма, анау менен сұрады, қанша ақша болды деп. Мен айттым, 300 мың рубль. Мен айтамын, қанша мың қалды? 60 мың, 240 мың ұрланды. Я. И жанында досым, Ансо деген айтады. Ол жерде 300 мың рубль тұр ғой дейді. Мен айтамын, қалай 300 мың? Давай барып санайық дедім. И барып санадық. 4, 5, 6, 7, 8, 300 тысяч. 300 тысяч. Түгел, ұялғанда неге жоғала самат деп ойладым ғой. Ятай. Ят, мәссі. Түсініңдер ментен. Мен ойладым 5000 теңге ғып, 1000 рубльден есептеген болсам. И ойладым да 60 штуга 60 мың рубль болады, қалған 240 мың жоқ деп. Ешет позор болды. Сосын барып сотрудник маған. Что-то шегі бағасын ау дейм деді да. Тексерді үстім қалтамның барлығы. Ну что ты делаешь? Ладно, я снимаю просто. Зачем ты? Я себя снимаю. Өзім басыма проблема жинап алдым. И потом айттым, мен блогермін, қазақ, оны ішпеймін, шекпеймін, только кальян дедім. Болды деп ренжімеңіз деп жіберді. Нәтижесі енді теңгеміз көтеру керек, ата осылай шатаса береміз. Оларды қойшы, ресепшндегі қыздарға, жігіттерге айқайлаған ба мәс. Нұрдәулет, демалшы сен. Демалдырыңдашы мен. Таза қоғынбай, таза. Қазір шоколад и кішкене ақша береміз. Это вам еще раз. Да. Это простите, да? Жаныма шашатын сәуле. Мен үшін әуре барас. Вот так мы идем. Сыртқа шығып жатырмыз. Мен құрметті достар, ондай кімде болмайды енді. Байдың баласында ондай болады. Сәл шаршағанмын да енді. Өмірде бәрі мың